Hyundai, Kia, Samsung, LG, Lotte деген брендтерді естіген шығарсыздар. Иә, біз Кореядамыз. Осы мемлекеттен контент түсіріш деп сұрағандар көп. Мархабат. Колеса KZ эфирде баршаға ассалаумағалейкум. Кореяның автоиндустриясы мен мәдениет туралы айтамыз. Ал көрейік. Құрметті көрерменім, әлемдегі ең заманауи, мөлдір, таза аукциондардың бірі Кореяда ұйымдастырылады. Менің артында Lotte автоаукцион орталығы осы жерде. Миллион теңгелік арзан машинадан бастап 100 миллиондық қымбат көлікке дейін бар. Жағдай қандай екен, жүріңіздер көріп зерттеп қайтыңыз. Тағы еске салам, бұл автобазар емес, автоаукцион. Мұна тұрақта 3000-нан астам машина топтастырылыпты. Мұнда заңды тұлғалармен жұмыс істеп сауда жүргізеді. Мінекей, мынау корпоративті парктың автомобилі. Өзі Picanto, өзі Morning. Бүгінгі шолуды арзаннан қымбатқа деген механизм бойынша жалғастыра берейін. Қараңыздар. Мынау 2018 жылғы Picanto, жүрісі 55 мың шақырым, бастапқы құны 1,5 миллион теңге. Вонмен 4,7. Достар, Renault Twizy қызықтырмай ма ешкімді? Бағасы 450 мың теңге. Бұл таза электровикл, яғни электромобиль. Неке, қуаттағышы 1 миллион 400 мың вон деп тұр. Резинаның ішкі жағын жеп тастапты. Геометриясын түзеу керек. Бұлай жағдайы орташа керемет деп айта алмаймын, өйткені жүрісі 30 мыңнан асып кетті. 1,6 литрлі қозғалтқышы бар К3 2019 жылғы 115 мыңды жүріп тастапты. Мотор неғыл дейді. Ойбай, май жан-жақтан атқылаған екен. Жалпы автоаукциондағы барлық машиналар мықты жағдайда деп айтуға келмейді. Арасында нашарлары да бар. Капотының бытышты шыққан Elantra 4 миллион 900 мың вон, өте арзан. 11 жылғы, ойбай, 100 мың жүріпті. Мына машинада бізге қызық, Sorento 2.2 дизель. Ливандықтар көріпті мына көлікті, өйткені ішкі резинкелері ашылған. Жүрісі азақ, 50 мың шақырым. Және сыртқы ақаулары да көп емес. Так, алдыңғы терезесі, артқы бампер, оң жақ есігі. Бірақ кейде толық көрсетпейді бұлар ше ақауларын. Мысалы, кел жатқанда байқағаным, мына диск шетінен сырылған, қараңыздар. Мынау кәдімгі үлкен косяк қой. Бірақ мына жерде ол көрсетілмепті. Кореядан машина алдыртуды ойласаңыз, жоспарласаңыз, 2020-дан жоғарысын қарастыруға кеңес берем, өйткені кедендік тазартудан біраз ұтасыз. Және машинаның жағдай жақсырақ болады, әлі де қайда. Жеге 2020 жылғы LPG K5 тауып алдым. Басып өткені 80 мың шақырым. Бағасы 17 миллион 300 мың вон, теңгеге шаққанда бұл 5 миллион 700 мың шамасында. Дефектовка актына қарасам, алдынан мықты соққалған екен, капот боялған, бампер ауыстырылған, оптикада ауыстырылған болуы мүмкін. Капоттың алдыңғы жағында шіріктері сыртқа ақырындап шығып атыр. Байқауымша бұл төменгі комплектация, дискісінен аңғаруға болады. Білмеймін, орташа баға негізінде қатты арзан да емес, қымбат та емес. Бастапқы старт бағасы 5 миллион 700 мың болып тұрса, максимум 8 лямға өтеді. Бүгін аукционда тамашалаймыз. Достар, мына машина мені елең еткізді. Бұл Genesis G90L, яғни лимузин. Жылы 2019, жүрісі 75 мың шақырым, V8 5 литр. Вау, артта қанша орын бар. Балалар арбасын бүктемей ақ сол жаққа қойып, оң жақта ыңғайлы жайғаса аласың. Мультимедианы басқару тетіктері, шайбасы осы жерде. Ортада орналасқан QI стандарты бойынша телефонды сымсыз қуаттау жүйесі бар, USB порттар. Мына стақан қойғыштары желдеткіш жүйесімен. Мәссаған, монитор, алькантара, қымбат сапалы материалдар, орындығы электрожетекті. Осындай форматтағы күлкілі машинаны K-Car деп атайды. Бұл Kia Ray. Бағасы 5 миллион 300 мың вон, теңгеге шаққанда 1 миллион 800 мың теңге. Аукционда бағасы 3 лямға дейін көтерілуі мүмкін, жағдайына байланысты, бірақ мұнанғы аса көтерілмейтін сияқты, өйткені бұл өтте төменгі комплектация. Қарапайым дисклер,
монитор атымен жоқ, бірақ автомат. Play me, they ain't know no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. And now I make plays, so they all look jealous. Кореяда авто сатылымның дамып кеткені соншалықты девайстан өзіңізге керекті машинаны іздей аласыз. Жігіттер, BMW қарайықшы. Маған дизельді нұсқасы керек. 5-ші серия. G30 болсын. 520-шы. Оппа, екеуі бар екен, сұр және ақ. Аққа көзім түсті. Мінекей компанияның атауы, осыған хабарласып қазір көлікті табамыз. Бауырларым, жалпы көлік сатып аларда машинаның сыртқы жағдайын тексеріп қарау дұрыс, әрине, әңгіме жоқ. Бірақ техникалық жағдайы одан да маңызды емес пе? Осы ретте маған Carly ОБД сканері көмектеседі. Жүріңіздер, жұмысын көрсетем. 520-шы дизельді BMW мен 1 минутта коннект орнатып, бүкіл жүйелерін тексеріп, мониторинг жасады. Диагностиканың нәтижесі бойынша 58 қате шыққан, және бұл машина жақсы емес деген хабарлама келді. Carly'дің көмегімен лайф режимде датчиктердің көрсеткішін бақылаймыз. Қосымша тоқаштар да бар. Мысалы, BMW-де алдыңғы әйнек сыпыртқысының жұмыс істеу жиілігін өз қалауыңызша баптай аласыз. Жүріс кезінде видео көрсетуге рұқсат беретінде Carly толық функциялары жазылу бойынша ақылы. Сонымен Carly құрылғысы көліктің денсаулығын тексеру үшін ғана емес, сондай-ақ жеңіл кодинг жасау үшін де пайдалы. Мысалы, BMW-ның майын ауыстырған соң сервистік интервал хабарламасы үнемі жанып тұрады. Оны кетіру үшін дилерлік орталыққа баруға тура келеді. Ал егер Carly бар болса, мәселені өзіңіз-ақ шеше аласыз. Құрылғыны сатып аламын десеңіз, сипаттамада сілтеме бар. Айналып кетейін, бауырларым, алсаңдар мынандай машина алыңдаршы. 2.0 Elantra. Жүрісі 5-ақ мың шақырым. Қандай керемет. Сол жағы соғылған дейді, бірақ бұл бізді тоқтатпайды. Бағасы 8 миллион теңге. Я, аукционда 11-12-ге дейін жетуі мүмкін, бірақ лайық қой өз құнына. Бұда 200-ден астам жылқысы бар. Қызыл акценттеріне, спойлеріне мән беріңіздер, түсі қандай қанық. Күшті, осындай алыңыздар. Кәрістер өзінің К9-ын қатты қастерлейді, құрметтейді. 2021 жылғысын Кореяда 40 миллион вонға табуға болады. Ал бізде 40 миллион теңге тұрады. Бұл жерде біз сияқты шетелдік кісілер ғана емес, жергілікті азаматтар да сауда жасайды. Өздерінің жекеменшік авто алаңқайларында машинаны ары қарай сату үшін. Кореяда мемлекеттік номер алғашқы тіркеуден кейін мәңгілікке беріледі. Түрлі махинациялар мен схемалардың алдын алу үшін артқы нөмірдің сол жақ шетінде пломба салынады. Машина экспортқа кететін жағдайда ғана пломба жұлынады. Достар, әп-әдемі жағдайдағы Morning Picanto тауып алдым. Бағасы 3 миллион 900 мың вон. Теңгеге шаққанда бұл 1 миллион 200 мың. Бекер арзан емес, қараңыздар, қапталдық нығыздауыш резинкесінің астындағы мына зауыттық штамповкалары кеткен, қалпына келтірілген. Мына жерден страшный соққы болған. Жасап қайта сатпақшы. Бағана кореялық патриоттың майбықын көрсеттім. Енді мінеки нағыз оригинал жайында айтып берейін. 6 литрлі қозғалтқыш V12. Жүрісі білесіздер ме қанша? 191 мың шақырым. Ал қанша мото сағаты бар, бір құдай біледі. Бұл таза корпоративтік көлік, яғни бастықтарды тасыған. Дисклерін қатты жақсы көремін. Осы стильдегі диск маған өтте ұнайды. Салоны тозған. Және мынандай руль маған қатты ұнамайды. Бұлай сырттай білінбейді. Соғылған болса да бұны жақсы жасаған. Старт бағасы 9,5 миллион теңге болған мына 2021 жылғы Grandeur ақырында 11,5-ға өтті. Байқауымша, тозған машинаға ешкім ақшамен дауыс бергісі келмейді. Ал мынандай жағдайда болса, таласуға дайын. Сауда ағылшын әдісімен өтеді, яғни өсімге қарай. Ушусыз, ырду-дырду жоқ, бәсеке экранның арғы жағында қызат. Әркім өз компьютері немесе смартфон арқылы бағаны бақылап тартысқа түседі. Бір сөзбен civilization. Машинаны сатып алған соң, аукцион комиссиясын төлеп жеткізуге ақша бересің. Бір сөзбен тегін ештеңе жоқ. Басты нәрсені ұмытпаңыздар, бұл көліктерге ешкім гарантия бермейді. Оппа, мына машина көзге оттай басылды ғой. Бір ерекшелігі, кореялық Дамастың мына көзілдірігі шанақтың түсімен бірдей болады. Ал енді таңғалдырам. Кореялық нұсқада электроәйнектер зауыттан орнатылады. Және кондиционер бар. Мінеки.
атак есіктің ашылып жабылуы және шіруі біздікімен бірдей. Достар, біз бағана болған лотто аукционы Инчоннан 100 шақырым жерде орналасқан. Бірақ қаланың ішінде де жақсы аукциондар бар. Мына Гловис аукционында бізді қызықтырған карнивал. 21 жылғы, бұның кедендік тазартуы жеңіл болады, утиль алымы аз. Жылы 2021 дөңгелегі қатты тозған екен, бірден көзім түсті. Жүрісі 30 мың шақырым, сырттай ақаулары өте аз. Мына есіктен ғана кінәрат бар, дұрыс жабылмайды. Бірақ бұны реттеу керек кішкене. Бұл машинаның бағасы қазір 40 миллион вон теңгеге шаққанда 13 миллион 800 мың теңге шамасында. Бұл старт бағасы. Аукцион онлайн түрінде өтеді. Егер бәссаудаға қатысып, басқа сатып алушылармен текетірес жүргізсеңіз, ары кетсе 17 миллионға дейін көтерілетін шығар бағасы. Бұл өте тиімді прайс, өйткені Алматыда, жалпы Қазақстанда деп алайықшы, бұндай комплектациядағы карнивалдың бағасы 30 миллионнан асып кетеді. Кореялық автомобилистердің өмірі өте қанық. Мұнда ай сайын, тіпті апта сайын түрлі автокөрмелер ұйымдастырылады. Біз қазір автосалон Week 2022 деген ивенттеміз. Экспода не бар? Бірге көрейік, тамашалайық, жүріңіздер. Кәрістер түрлі автомобильдердің базасында автодом жасаған жақсы көреді. Қазақша автоүй, бірақ маған бұл атау ұнамайды. Мотохом дейік, әлемдегі сияқты, Америкадағы сияқты. Мінекей Саньонтың базасында, кішкентай Kia Ray'дің базасында, Chevrolet Staria, Carnival'дың базасында түрлі мотохомдар бар. Жүріңіздер, көрейік. Қазақстанда ең көп сатылатын автомобильді жақсы білесіздер, ол Chevrolet Cobalt. Ал Кореяда Hyundai Porter ай сайын 8 мың данасы өтеді екен. Осындай коммерциялық техниканың базасында кемпер жасаған өте тиімді, өйткені жылжымалы секциясы биіктігін 4 метрге дейін жеткізеді, ішінде 5-6 адам өзін комфорт сезінеді. Мұнаның іші кәдімгі шағын пәтер ғой, ішінде асхана, душ, дәретхана барлығы бар. Ең шағын мотохом номинациясында Kia Ray жеңімпаз атанатын сияқты. Төбесі қырқылып, пластик қақпағы орнатылған екен. Өте күмәнді шешім, өзіңіз алатын бедіңіз мынандай машинаны. Бағасы 11,5 миллион теңге. Кастом жасау шамамен 1,5-2 миллион. Жоқ, одан да басқа вариант іздейік. Мінекей Кемпмастер компаниясы тіркемелі кемпер жасаумен айналысады екен. Тамаша дүние. Артында асханасы бар. 4-5 пачка раменіңді алдыңда дархан даланы кезуге шығасың жігітіңмен, қалжындайым немесе қызыңмен. Павильонның ортасында көңілді автомобильдер жиналып қапты. Алдарыңызда Camaro SS 2 литрлік қозғалтқышымен, карбон детальдар өте көп, дискісі ерекше екен. Жанында 206 Peugeot сап-сары Pikachu'дың автомобилі. Қызыл пленкамен қапталған Kia K5. Мынандайды қазақтар жақсы көреді. Пневма аспасымен ерекше дискілер, астына телефонда сыймайтын шығар. Дәл солай. Қазақстанда Elantra, мына жақта Avante, кәрістер бақты, бұл жақта N-Line нұсқасы бар, 2 литрлі турбо қозғалтқышымен. Бұл нағыз пушка гонка, жүретін машина. G-класс пленкамен қапталған екен, түсі қатты ұнады, артқы жағы қара түске ұласады. Мынау да пленка, күшті жасалған. Достар, Ford Bronco'ны өмірде тірідей осылай көруім бірінші рет. Модель туралы білетінімді айтып берейін. Бұда 2,7 литрлі Twin Turbo V6 қозғалтқышы. Бұның негізгі қарсыласы Wrangler. Оның оффроудтық потенциалы әлде қайда көбірек, өйткені мынада тәуелсіз аспа, ал ода мост. Стендіге назар аударғың келсе, қыздар шақыр. Қыздар болса, фотографтар қаптайды, артынша клиенттер назар аударады. Бұл азиялық автокөрменің бір ерекшелігі. Дискісінің қазандығына телефоным толықтай сиіп кетеді екен. Бұл BMW 3 серияның универсалы. Дөңгелекті арканың ішіне сидіру үшін фендерлер орнатылған. Мұнда карбоннан жасалған детальдар көп, пневма әрине бар. Ескі емес классика. Мен қазір әрбір кореялық азамат үшін жоғары символикалық мәні бар автомобильдің жанындамын. Грандеордың бірінші буыны. Кезінде
Hyundai'дың өз уәкілеттік моделі болмаған. Олар жапониялық Mitsubishi Debonair деген автомобильдің фейслифтингісін жасап, өз тауар маркасын іліп, осы жақта құрастырып шығарды. Алғашқы Grandeur кәріс үшін алғашқы махаббат сияқты. Кореядағы ірі аудандардың кейбір шағын дүкендерінде Қазақстан шоколады, қазы мен құрт сатыла бастады. Өйткені сұраныс бар. Ресми статистика бойынша нәпақа табу үшін қара жұмысқа 30 мың қазақ Кореяға аттанды. Екі ел арасында визасыз режим. Алайда 30 күннен артық мекендесең, автоматты түрде заңсыз гастарбайтерлер қатарына қосыласың. Әрине, қазағым мәз болғаннан шетелде жүрген жоқ. Мұнда кез келген еңбек жоғары бағаланады. Қарапайым мысал, құрылыста жүрген инженерлік білімі жоқ қазақ Кореяда ай сайын 2000-нан 3000 долларға дейін табылады. Кореяның автопромы қалай аяққа тұрғанын түсіндірейін. Осыған дейін билікте болған диктаторлар, президенттер барлық салада локализацияны арттыру керек деп ұрандады. Кореялық тауарлар ешкімге керек болмаса да. Бірақ тиянақты, ақылды, парасатты, ең бастысы еңбекқор Корей халқы Азиядағы ең сорлы кедей мемлекетті индустриалды державаға айналдырды. 1980 жылдан бері Кореяда 8 президент ауысты. Арасында халықтан таяқ жемегені жоқ. 4-еуі абақтыға қамалған, 1-еуі өз-өзін өлтірді. Хангукстан басшысы болу әлемдегі ең қиын жұмыс секілді. Неліктен олай дейсіз бе? Демократия мен конкуренция бәріне кінәлі. Оңтүстік Кореяның ата заңы қатты жұмыс істейді. Парақорлар кешірілмейді. Коррупциямен ұсталған бірде-бір президент халқына оқ атуға бұйрық бермеген. Өз ойын ашық айтып, пікірін жеткізген бірде-бір кәріс террорист атанған жоқ. Жартылай өткізгіш дефициті үшін былтырғы жылы мемлекетте 1,8 миллион автомобиль өндірілді. Биыл нарықтағы 10%-ға құлдыраған. Сонда да алпауыт корпорациялар қыруар қаржыны ел қазынасына құйып жатыр. Өте қызық дерек. Түрі қорқынышты модельдер жасаған SsangYong бірнеше рет банкротқа ұшырай жаздаған. Биыл Taurus деген модельді нарыққа шығарып еді, жағдайы түзеліп Кореяның топ 10 чартына кірді. Чилидегі ұлттық парктың құрметіне аталған машина саяхатшыларға қатты ұнады. Taurus SsangYong Карандоның базасында жасалған. 1,5 литрлі турбо моторы бар, моножетек, бағасы тәтті. Кореяда 21 мың доллардан басталады. Тамызда 3700 данасы сатылған. Бұл көрсеткіш Тусан мен Санта Фенің сатылымынан көп. Кореялықтар өлерде жек көретін ел бар жер бетінде. Ол Жапония. Империалистік амбициясы тасыған жапондар кореялықтардың ұлын қол қызын күн қылған. Солтүстік көршісінен жәбір көрген қазақтай, өкпесі қара қазандай, бірақ технологиясын мойындайды. Басында жапон модельдерін лицензия бойынша құрастырып, локализацияны 100%-ға жеткізді. Бұл процесс сонау 1972 жыл басталған. Ал енді тыңдаңыздар, автоиндустрияны жақсылап жолға қойған соң, кәрістер жапон тауарларына тосқауыл қоя бастады. Дәл қазір біз Инчондағы Toyotаның шоурумындамыз. Күншығыс елінің машинасы қалай кіргізілген дейсіз бе, түсіндірейін. Дүниежүзілік сауда ұйымының шарты бойынша Кореяда импорттық тауарға ставка төмендетілді. 2010 жылдан бастап немістің Мерседесі мен BMW-сі керемет сатыла бастады, бірақ Toyota емес. Ай сайын 150 мың автомобиль өтетін Кореяда 700-ақ Toyota сатылады. Мемлекет өз кезегінде импорттың тынысын тарылтып нан жегізбеді. Кореялық автопром Beige Engineeringтен басталған. Бұл ірі торапты құрастыру әдісі. Кейін ұсақ тораптыға көшті. Hyundai европалық Fordтың көшірмесін жасады. Kia өз кезегінде Mazdаны адаптациялаған. Deo Opelдің лицензиясы бойынша жұмыс істеген. 80-ші жылдардың соңында кәрістер экспортқа шықты. Елдің таңғаларлық экономикалық көркемдігі неде? Бизнес модельде. Біздің нарыққа келсең, өндіріс аш деген қағида мемлекетті гүлдендірді. Экономиканың көтерілуімен бірге смарт қалалар пайда болып, жоғары жылдамдықпен жүруге арналған трассалар іске қосылды. Мұнда Американың ықпалы қатты сезіледі, тіпті жол белгілері ақш стилінде жасалған. Мынандай ғана шағын мемлекет болса да, автомобиль жолдарының ұзындығы бойынша Қазақстанды 7 орап алатын шығар. Оңтүстік кореялықтар сұмдық жылдан байыды. Бай адамға тоқалдан басқа не керек? Әрине, қымбат шетелдік машина. Алайда 1987 жылға дейін импорттық автомобильдерге эмбарго салынған. Алғашында билік қозғалтқыш көлемі 2000 кубтан аспайтын көліктерді басқа елден әкелуге рұқсат берді. Кейін тағы жеңілдіктер жасалып, америкалық, европалық маркалар жолда жиі көрінетін болды. Қазіргі таңда импортпен проблема жоқ. Шетелдік брендтер қаптады. Менің артымдағы кәріс жастары 2 сағат болды. Lambo мен Aston Martinнің арасында таңдау жасай алмай басы қатып тұр. Білә, біздің де пешенемізге осылай өмір сүріп жассын. Достар, жеттік Seoul Auto Gallery деп аталатын лакшери автомобильдер салоны.
Брабустан 2 Gelenwagen, Lamborghini Urus және Fiat 500 Abarth. Мына жердегі қымбат көліктердің концентрациясы кимчидің құрамындағы бұрыш сияқты асқынып тұр. Әлемде гибридті мотормен спорткарларда жиі кездестіретін болдық. Бұл Ferrari SF90 4 литрлік қозғалтқышымен, бағасы 350 миллион теңге. Mercedes электромобиль линейкасының флагманы көз алдарыңызда. Mercedes EQS 580 AMG Firmatic, бағасы 105 миллион теңге, түсі Grey Satin. Мұндай автомобильді Қазақстанға алып келсең, тіпті НДС төлемейсің. Бастысы сатып алды, елімізге жеткіз. Бір қызығы, кәрістер Mercedes-Benz'ті әшейін Benz дейді. Жай ғана Benz, ал біз Merz дейміз. Ferrari Portofino V12 қозғалтқышымен, бағасы шамамен $250 мың, Дубайдағы сияқты. Автобазар деп осын айт. Эскалаторы болса керемет екен. Оң жақта Lamborghini мен McLaren тұр. Ана жақта 2 Ferrari, Вау, M4, 7 серия, 911 және классикаға айналған оппозитті моторы бар 911. Мына машина кейін шыққан Поршелерден әлде қайда қымбат. Жаным әшейін. Салоны қалай сақталған. Сары түсті бұлғары. Состояние жынды екен. Бір қабат төмен түсіп, тағы бір классиканы байқадық. Бұл Hyundai Pony Pickup. Нағыз миллениалдардың машинасы. Мына жігіт өзінің кайф үшін өмір сүретін сияқты, тазалап, дөңгелегін ауыстырып, моторын жуып жатыр. Әбден жасандырған екен, бұлғарысын ауыстырды. Иесі 13-ші дөңгелегіне white wall тағып жіберіпті. Өте жарасып тұр және түсінде күш таңдаған. Бұл 10 қабатты ғимарат. Тағы бір қабат төмен түсіп едім, жүрісі 120 мыңнан аспаған 140-шыны байқадым. S320. Айта кетерлігі, мұндай жағдайда сақталған Merz'ті Қазақстанда жиірек кездестіруге болады. Кабанды біздің халық өте жақсы көреді. Қатты трэштанып іздесең, мынандай 24-ші шанақтағы классиканда табуға болады. 88-ші жылғы 635-ші CSI. Қатарлы алтылықпен, яғни бұда 3,5 литрлі қозғалтқыш, Жапонияда құрастырылып, Кореяда сатылған және осы жерде өмірін жалғастыратын секілді. Салоны керемет сақталған. Сонау 88-ші жылы BMW-де электро терезелер мен орындықтың электро реттеуші болған. Алматыға алып кеп, жылына 1-2 рет сүйіктіңмен немесе достармен қалада қыдыру үшін керемет машина. Соңғы 30 жылда хангуктардың әл-ауқаты жақсарғаны соншалықты, жергілікті байлар тек қана мынандай машиналарды вариант ретінде қарастырады. Lamborghini Urus, F8, Ferrari, Lamborghini Gallardo, Aventador, анжақта Bentley толып тұр. Айтпақшы, мына Urus'тың бағасы 300 миллион вон, теңгемен бұл 100 миллион шамасында. Оппан Gangnam Style. Оппа, Gangnam Style деген әннің арқасында бүкіл дүниеге мәшһүр болған Сеулдың қақ ортасындағы Gangnam ауданына келді. Қараңыздар, қанша қымбат машина әшейін офистің алдында тұр. Ал біз қандай офистің жанына келдік? Hyundai Motor Studio деп аталатын музей. Достар, мынау Hyundai компаниясының алғашқы жеке моделі. Бұл 1974-тен 82 жылға дейін зауытта өндірілді. Енді айнадан оның прототипін көре аласыздар. Ескі және жаңа модель бір-біріне қарама-қарсы қойылды. Hyundai көрмесіндегі модельдерді ғана емес, дәретханасында көрсетейін, қызық болсын. Мынау ше, кәдімгі шелектің материал бар ғой, цинкталған темір. Тура сол сияқты ғой. Қараңыздар. Өте футуристик көрінеді. Онда тұрған не бар? Бәрін көрсетейін. Ары қарай жылжимыз. Мына бөлменің атауы материалдар галереясы. Мына ортадағы қазандыққа жақындасаң, біз қандай материалдарды қолданамыз деген жазу шығады. Мен қайда жылжысам, сол жерге мына лупа жыбырлайды. Не дейді? Fibernering is a luxurious art of 3D printing. It is the ability to print custom. Бір сөзбен, материалдардың қасиетін, құрамын түсіндіретін экспозиция. Мына лупа артынан жылжып отырады.
Әр материалға жақындаған сайын оның түсініктемесі жарқ етіп жазу түрінде шығады. Тамаша. Екінші қабатқа көтеріліп келе жатырмыз. Ғарыш кемесінің ішін аралап жүргендейсің. G-70-тің жанында екі кона ілініпті, сырттағы адамдар бүйірмен қойылған машиналарды көріп таң қалсын деп. Расымен мықты перформанс. Бөлменің төрінде интерьерде қолданылатын материалдар ілініпті. Бұл вуд, яғни орман ағашы. Төртінші қабатта не көреміз? Ioniq 5, Hyundai Pony бірінші буыны. Мынандайды жақсы жағдайда тапсаң, өте қымбат сатуға болады. Өйткені бұл қазіргі таңда кореялық хипстердің сүйікті моделі. Төртінші қабаттың оң жақ бұрышында Грандеордың алғашқы буыны ойып тұрып орын алған екен, ал мына лифтімен тек қана автомобильдер көтеріле алады. Бесінші қабатта Ioniq 6-лар жайғасты. Біреуі сұр, екіншісі қара түсті. Ал мынау күллі қазаққа әзірше бейтаныс модель Hyundai Casper. 1 литрлі турбомоторы 100 аттың күшін береді. Салмағы 900 килограмм. 4 адам емін-еркін жайғасады. Барлық заманауи технология қолданылған. Бұл таза қалалық мини-кросс хэтч. Мультируль, 12,3 дюймдық саймандар панелі, 8 дюймдық мультимедиа экраны, климат-контроль, 2 USB порт, амбиент, автомат қорабы, шынтақ тіреуіштің астында латтеге арналған 2 стақан қойғыш. Басқа не керек қалалық адамға? Соңғы тенденцияға сәйкес бұрғыш шамдары жоғарыға, ДХО мен жарық шамдары төменге түсірілді. 2022 жылдың күз мезгілінде мен әлемдегі ең озық технологиялы автомобильдің жанында тұрмын. Ioniq 6 бір қуаттаудан 550 шақырым еңсеріп өтеді. 80%-ға дейін қуатталуы 18 минутта, ал толық жетегі 605 ньютон-метр момент береді. Достар, Ioniq 6-ның прайс-листін таптым. Ең төменгі жиынтығы 18, ең жоғарғысы 22 миллион теңге тұрады. Саймандар панелмен мультимедиа экраны стандартта 12,3 дюймдық, трансмиссия селекторы рөлдің артында. Drive mode шайбасын байқадым. 2 айнаның мониторлары қапталдарда орналасқан. Ioniq 6-ның Ducktail стиліндегі қатпарланған спойлері және төменірек орналасқан стоп шырағы дизайнер классикалық 911-ден шабыт алғанын білдіреді. Корея автонарығының жертөлесіне жеттік. Мұнда қазақ, қырғыз, өзбек, арабтар экспортқа шығаратын арзан көліктер жиналған. Мұнда да дилерлер жұмыс істейді. Аукционға қатысатын алып-сатарлардың төменгі кастасы аукционға қатысуға мүмкіндігі жоқ кісілерге осындай көліктерді тықпалайды. Орташа баға $1000-дан 10.000-ға дейін. Соғылған көліктер барлық елде арзан. Оған қызығатындар перекуптар. Мына сен экранның ар жағында отырған досым. Кореядан соғылған машина алсаң, Қазақстанға жеткізгенде көліктің қауіпсіздігі туралы сертификат ала алмайсың. Ол сертификатсыз автомобильді кедендік тазартудан өткізу мүмкін емес. Яғни машина СВХ территориясынан шықпайды. Көлік таңдағанда абай болыңыздар. Базардағы дилердің мақсаты максималды пайда табу. Жергілікті хангукты сүттен ақсудан таза деп айта алмаймын. Оның да тірлігі сол. Аукционнан арзанырақ көлік алып, жуып, шайып, тазартып, маржа көру. Осының бәрін көріп тұрып, Қазақстанда үйден шықпай, Колеса KZ-ті ашып, машина іздеген жақсы ма деп қоям. Өйткені Колеса KZ көлік сатуға және сатып алуға ең ыңғайлы мобильді қосымша. Кореядан көлік алғандар жақсы білет. Мультимедианың навигаторындағы соңғы нүкте дәл осы Инчондағы жүк арту пунктінде белгіленетті, мәңгілікке қалады. Мінекей, менің артында жігіттер контейнерге машиналарды артып жатыр. Мұндай қызмет түрі бір көлік үшін $120. Ал енді Алматыға барып, машиналар қалай жететінін көріп қайтамыз. Дәл қазір біз Алматы іргесіндегі автомобильді уақытша сақтау қоймасындамыз. Халық атауы СВХ. Мынандай 40 футтық контейнерге негізінде автомобиль шағын болса 3-4 машина сияды. Ағамыз 2 көлік алып келді. Мынау екіншісі X6 және X7 өте жақсы таңдау.
3 литрлі турбо моторлар, твин турбо, 340 жылқысы бар. Егер мынандай контейнерде жеке өз басыңа алатын болсаң, шамамен 7,5-8 мың доллар тұрады. Ал егер біреуге мінгесіп, қосымша автомобиль ретінде тіркесең, 2,5 мың доллар шамасында шығады. Мына контейнерлердің тағдыры ары қарай не болады деп сұрайтындар бар ма көрермендер арасында? Бұл қайтарылатын тара. Есі дұрыс мемлекеттер импорттық тауарды осындай контейнермен алдырған соң бос жібермейді. Өз экспортын тез жібереді, бірақ өкінішке қарай бізде ондай сұраныстағы тауарлар жоқ. Бұл емдік қасиеті бар, Жаңақорған мен Жаркенттің балшығы емес. Автобазардың канализациясына жеттік. Суда қалған машиналардың ішкі детальдары сыртқа шығарылып, кептірілген соң қайта орнатылып, автомобильдер экспортқа сатылады. Мына жердегі иісті жеткізу мүмкін емес. Мұрын жарады, мүңкіп тұр. Мынандай waterline бойынша автомобиль суға қаншалықты батқанын білуге болады. Мен бүгін базарда көрген жалғыз Камри осы. Чотам жеге аламыз ба? Алдыңғы жағына кішкене полировка жасақ кетеді. Айта кетейін, біздің кеденшілер өз сеткасын қолданады. Инвойста көлік бағасын төмендетсең де, машина арзанға шықпайды. Әр модельдің құны мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында ілініп тұр. Мәселен, 2 литрлі қозғалтқышы бар 2020 жылғы Kia K5 $10,900 бағаланған. Тура сондай мотормен 2022 жылғысы $15,000. 21 жылғы K5-ті мысалға келтіріп, кедендік тазартуы қанша тұратынын айтып берейін. Автомобильдің өзін $18,000 алдық деп есептейік. Кедендік алым инвойстан 15%, қосылған құн салығы 12, қауіпсіздік куәлігі 150 мың теңге, утиль алымы 2 литр үшін 536 мың. Алғашқы тіркеуге 776 теңге санап бересіз. Көлікті жеткізу құнын есептемегенде бағасы осындай болып тұр. Расын айтқанда, мына бейшара базардағы автомобильдердің жартысынан көбін утилизацияға жіберуге болатын еді, бірақ азиялық пен африкалықтар мүмкіндік жібермейді. Коммерциялық техника, Кореяда жасалған жеңіл көліктер, Африка, Орта Азия және Таяу Шығысқа вагон-вагон, пашкісімен кетіп жатыр. Уайымдамаңыздар, шошқа емес, ит емес, қымбат болса да халал етке тапсырыс бердім. Автобазардағы сатушыларды адалдық принципіне берік болса ғой, өз көзіммен көрдім, ақшаға құныққан кісілер одометрді айналдырып, соғылған көліктің моторы мен салонын суда қалған шанағы бүтін машинаға қондырып жатыр. Елімізде тапсырыс берген қазақ мұны білмеуі мүмкін. Ақша төленіп, машина жеткен соң амалсыз мінесің. Көпке топырақ шашпаймын, адал жұмыс істейтіндер көп. Білетіндер білет, кореялық экспортшыларға әрбір сатылған машинадан мемлекет 10% НДС-ті қайтарады. Бұл қауіп қатердің балансын тұрақтандыратын қосымша табыс. Басқа не керек? Алып сатарлар, таза жұмыс істеңіздерші. Рекорд 2022 жылдың қаңтар айынан бері Кореядан Қазақстанға 5.000-ға жуық автомобиль кіргізілді. Ресми сатылыммен салыстырғанда бұл айтарлықтай көп емес. Автомобиль дефициті азайып, нарық тұрақталып, микрочиптер қаптағанда сауда бәсеңдейтіні сөзсіз. Қазіргі таңда жеткізумен проблема. Паром жетіспейді және темір жол арқылы Қытайдан Қазақстанға машина жеткізу қиындап кетті. Егер сатып алған автомобиліңіз 2 айдың ішінде қолыңызға жетсе, бұл өте қысқа мерзім болып есептеледі. Қырғыздар мен африкалықтар контейнерде бос орын қалдырмайды. Тиелген машинаның жанына жергілікті сайттардан алынған ескі техника, ойыншық, матрас, велосипед бәрін нығыздап өз еліне жібереді. Бүгінге тәмам, әзиз достар, видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басыңыздар, комментарий күтем. Келесі рет қай мемлекетті көрсетейік, пікір жазыңыздар, күтем. Амандықта жүздесейік.